Сәлем достар, бүгін сіздерге ірімшіктен жасалатын пончик рецебін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен ірімшікке жұмыртқа және қант қосып блендер көмегімен жақсылап езіп аламыз. Енді массаға қаймақ, қопсытқыш ұнды салып, жақсылап қамыр илейміз. Ыдысымызға сұйық майды қосып, қыздыруға қоямыз. Алынған массадан шариктер жасаймыз. Қызып тұрған майдың үстіне салып, қызартып пісіріп аламыз. Жұмсақ ірімшік қосылған пончиктеріміз дайын. Сіздерге ас болсын. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.